Қайырлы күн, бүгін біз құрақ жастығын тігіп үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса тіркеліп қойыңыздар каналыма. Бізге керек матаның өлшемдері видеода және описаниеда жазылып тұратын болады. Ал енді тігіп бастаймыз. 22-де 22 құрақ және оюлы маталарымызды бір-біріне құрастыратын боламыз. Ең алдымен олардың түгіні қаратып, төменге қаратып тұру керек. Соны мұқият бақылаңыздар. Енді екеуін бір-біріне қойып, булавкамен немесе инемен қадап аламыз, мата жылжып кетпеуі үшін. Сосын машинаға қойып тігетін боламыз. Екінші құрағымызды тігіп алдық. Енді видеодағыдай екеуіні де бір-біріне құрастыратын боламыз. Енді шетіндегі лентаны құрастыратын боламыз. Оның размері 10 см, менің жастығымның размері 54-54. Егер сізге стандарт 60-60 размерлі өлшемді жастық керек болса, дәл осы лентаны үлкейтіретін боласыз. Бұл лентамыздың ені 10 см, ал ұзындығını сіз жастығыңызға керек ұзындықты ала бересіз. Кантик тігуде оны да дәл солай 4 шетіне айналдырып тігіп шығамыз. Лентамыздың ені 3 см. Оны 2 бүктеп, бірінші тігіп аламыз. Жастықтың үстіңгі бөлігі дайын, енді замок тігуге кірісетін боламыз. Ол матаны 2-ге бөлген болатынбыз біз. Оның размері описаниеда жазылып тұрды. Үлкен бөлігіне замогымызды қойып, алдымен тігіп аламыз. Замоктың үстіне матамызды 2-3 см қайырып, сол жаңағы тіккен тігістің үстінен тағы бір рет тігіп шығатын боламыз. Замок жасырын көрінбей тұру үшін. Замогымыздың екінші жағына матамыздың келесі бөлігін қойып тігіп аламыз. Енді замогымыздың екі шетін бекітетін боламыз. 3-3,5 см квадрат ретінде тігіп аламыз.
Жастығымыз да дайын болды. Назарларыңызға рахмет.